Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерді ұмытқан жоқпын, барлық директтік сообщениялардың бәрін оқып жатырмын. Жаңағыдай қабыл болсын деп жатқан жандарға аумин. Тілектеріңізге, дұғаларыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Қатты қуанышты болып тұрмын. Бізде қазір үйде полный дайындық болып жатыр. Әпкелерім сорпа алып жатыр. Столдар уже дайын. Қазір бәрі тәттілерін бәрін қойып, скоро бітіреміз. Ал еттің уақытысына да келіп жеттік. Бәрі далада ет жеп жатыр, күшті. Ал біз кухняда отырық. Ет жеп, мына жақта күшті болып отыр. Еще мен бешбармақты мүлде етсіз жеймін, тек қамырғада жеймін, и все. Қалған ұрлап жатыр. Қалдырып қойған едім. Вот ты вообще крыса. Я крыса? Мен өзім пісірем, еще я крыса, да? Елін бәріне тарап берем, я забыл, что не самой надо. Қонақтардан кейін ист қалдырып қойғанбыз. Осы алып кетсінші осы деп. Аш қалмасыншы деп. Екі күн осы үйде пақат етем. Екі күн пісірем, түнімен ұйықтамай, еще маған бермейді, я? Мен де пісірдім ғой. Ана печеныйды бәрін мен пісірдім. Самсаны зато мен пісірдім. Самсаны, сосиска в тестені. Вообще. Ең сложныйларды мен пісірдім. Саған бір ал дедім ба соны? Печеный үшін торттың жартысын сап, кішкентай кусогын сап, бір целый қалған. Қақта? Холодильникте тұр. Целый, оны қазір жаңа бүйтіп үш бұрыш қылып турайсың. Албасты есе түсіп кеткен ғой. Бізде осындай дележка болады всегда.